махаббаттың тәжін киген қосылған қос бала, қос құлыншақ, Айдын менен Меруерт бақытты болсын деп тіледік. Айдын мен Меруерт бақытты болсын деп жатырмыз. Айдын мен Меруерт бақытты болсын дегенде бір қаттырақ. Бар екеуміз қосып қол соғып отырайық. Тамаша, мына шалғатын жырлайды ғой. Жақсы әйел сөзіңе кектей қоймас, осал жігіт әйелге беттей қоймас. Жаман қатын қабаған ит секілді еркектің түбіне жетпей қоймас дейді. Меруерт, бастысы осы еріңнің сөзін ешқашан екетпе. Жағасын, ақ көлегінің жағасын ешқашан кірлетпе. Барған еліңе тас сайбатып судайсың. Ал сен Айдын, Құдай қаласа біздің Меруертімізді аяла, саяла, бағала. Себебі Меруерттей сұлу келіншек дүние жүзі бойынша сенде ғана. 18 мың ғалам, 7 миллиард адамның ішінен сүйгенім деп алдың. Ал біздің Меруертте сеніп, ағайын туыс бауырын артқа қалдырып сенің етегінен ерді. Сенімін ақтап, әрдайым біздің Меруертіміздің еркелігін көтеріп жүр деген тілектеміз. Енді Ақиқақы Мұқағали айтады ғой, бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ ойнағаның, күлгенің. Ал мен үшін ең бақытты күндерім, балам, саған бақыт іздеп жүргенім. Бақыт іздеп мал бақ, мейлің тас қала. Бірақ балам, мына нестен тастама. Бақытсыз боп сорлап жүрсең ештеме, бақытты боп сорлап жүрсең масқара дейді. Құдайым құлыншақтарыңызды масқарасынан сақтасын, қырсығынан сақтасын, тілдінің тілі, көзінің көзінен сақтасын. Осы Айдын менен Меруерттің қоралары толған мал болсын, 10-15-тен жан болсын, күнде қызық думан той, үйлерінде ән болсын, құлындары өсіп тай болсын, ұлдары өсіп бай болсын, қыздары өсіп қылықты жұлдыз болсын, ай болсын. Тоқетерін айтқанда, Айдын менен Меруерттің шаңырағында дәулетке сәулет сай болсын дегендер сай қылып қол соқсын. Жаңа кісілер айтып жатырған нағашылардан шыққан жақсылар. Біздің бұрынғы болған құдаларымыз, құда деп айтуға аузымыз бармай, туғандай болдық, бауырдай болдық, қазір ағайындай араласып жүрміз деп. Сол біздің анамыздың құдаларыменен құдағиларының алдындағы сыйластығының бірден бір беделінің дәлелі алыс жақынға қараған жоқ. Барлығы бір кісідей осы қуанышқа аттың басын бұра, асыға қадам басып кел. Жердің қашықтығына қарамай, арқадағы Айдын менен Меруерттей ғашықтардың қуанышына тілек айтсақ деп, осы қуанышқа жолдың ауырлығымен алысып, арнайы ақ тілектерін ақтарып келіп отыр. Ендеше мен көп созбай, осы тойдың төріне алыс жақыннан келген бүгінгі біздің қуаныш қылған әулеттің сары сүйек генерал құдағиларын шақырайын. Ортада Аманбай құда менен Жанат құдағиымыз, күлген құдағиымыз, осы сонау Орал өңірінен арнайы арқаның төріне аттарының басын бұра келіпті. Және де Қызылордадан келген Орынкүл Санабар, дұрыс па? Және де Сырым құда менен Роза құдағи келіпті, Рысжан құдағи келіпті, Қанатбек Мөлдір, Бөгетбай Дина, Ғалия құдағи келіпті, Айгүл құдағи, Еркін Фируза, Жәрдем Тілектес, Бағдат Дүйсенкүл, Жеңіс Сәуле, Ғайныш, Ерлан Айгүл, Төлеубек Мәдина. Сонау Оралдан келген Әлия құдашамыз бар, Бақыт құдағи. Бұл біздің ендігісі осы өз шаңырағымыздың Құдай қосқан сарысүйек құдалары мен құдағилары. Бақыт құдағи, Ақан Майра, Сәрсенбай Дариға, Майра Өмірсақ Жұмакүл, Қайрат Шырын, Мұса Алма, Қанат Жомарт Айгүл, Ағия Мыңжасар Шакен, Күлмайра, Дүниезада
және де Мұхаммедқали Зәуре, Пернебай, Нават, Абзал, Бағжан, дұрыс па? Бижан, Пернебай, Нават айтылды, Мадияр мен Меруерт, Медет пенен Әсел, бұл біздің ауылымыздың Құдай қосқан сарысүйек генерал құда. Және де осы алаңға мен тілектерім бөлісіп келсін, және де осы Құдай екендерін болашақта біліп, қоян қолдық араласып, туыс екендерін сезініп жүрсін деп, біздің судай жаңа құдаларымыздың Құдай қосқан сары сүйек құдалары Құлжанбай құда менен Амангүл құдағиды шақырғым келіп отыр. Біздің ауылдың құдалары, сіздер қарсы емес шығарсыздар. Сіздерді құда деп айтуға да ауызымыз бармай, туғандай, туыстай болған кісілер сіздер. Сондықтан да судай жаңа құдалар деген атты жамылып келіп отырған құдамыздың генерал құдасынан бастасақ тілекті. Тойларыңыз құтты болсын. Айдын мен Меруерт екі бала бақытты болсын, өміріңізде ұзақ болсын. Тіккен отаулары берік болсын, бозағалары кең болып, аспандары ашық болсын. Құдағи, екі бала бақытты болсын. Ореке, Ажар құдағи, сіздерге де құтты болсын. Тойларыңыз тойға жасай берсін. Үлкен кісілер аман болсын. Дендері сау болсын. Бәріңіздің отбасыларыңыз болсын, қуаныш болсын. Мынау Айдынның қасындағы жолдас балалары осыны Айдынның жолын бере берсін. Сендерге де бақыт. Тойларыңыз тойға аласыз. Құрметті құдағилар, тойларыңыз құтты болсын. Мынау қазақтың ішінде ешкімді ұруға жатпайтын, бірақ бүкіл рулардың басын қосатын құдағилар деген қауым бар. Бүгін сіздер сол қауымға қосылып, көбейтіп жатсыздар. Қадамдарыңыз құтты болсын. Міне мынау біздің балалар бүгінгі Айдын мен Микөл екеуін айтатын, бұл балалар біздің өте жақсы білімді балалар, оптимистер, өмірге сенімді, көңілмен қарайтын, позитивтер, өмірдің жағдайларын жақсы түсінетін, креативный жігіттер, өмірде алдарына жақсы мақсаттар қойып, оны үйлесімді шешулерін тауып, өз арман мақсаттарына жетуге тырысатын жастар. Міне сол мақсаттарына жету үшін сендерге жақсы денсаулық керек. Мен сендерге әрқашан жақсы денсаулық тілеймін. Дендерің сау болсын, бақытты болыңдар. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Сөз тыңдап отырайық. Сабыр. Абайға тойыңыз құтты болсын. Ал Меруерт барған жерінде тастай батып судайсың. Екі жаққа бірдей бол, бақытты болыңдар. Тойға келген қауым, құрметті құдағилар, бүгінгі мына екі баланың бас қосып жатқан қыз ұзату тойы құтты болсын. Құрметті құдағи Балқия, осыдан 10 жыл бұрын сізбен құдағи болып едік. Енді араға салып, міне Айдын, Жанат өздеріне жақсы бажа тауып, бастары тағы да көбейіп жатыр. Ұзағынан сүйіндірсін, балалар бақытты болсын. Біз де қуаныштымыз. Біздің қатарымызға жаңадан тағы да құдалар келіп жатыр. Бұл кісілерге біз сізді қалай құрметтеп сыйласақ, ол кісілерге де сіз тура сондай құрметтеп сыйлауыңыз. Екі бала бақытты болсын, айналайындар. Мынау көтеріп отқан шаңырақтарың қашанда биік болсын. Үлкендер жақсы тілек айтып отыр ғой. 40-тың бірі қадір қабыл болсын. Ұлыстың ұлы күні алдымызда үлкен мейрам. Соған міне ботамыз Меруертті шығарып салып отырмыз ғой, айналайын. Осындай дастархандарың молшылық болсын. Елімізде бейбітшілік болсын. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Сендерге тек қана бақыт тілеймін. Жақсы отбасы болыңдар. Қатарларыңның алды болыңдар. Мен Балқия қалаша дейтін себебім әлі жас болса. Өйткені өйтіп айтатын себебім де бар. Бұл кісі мен жиенін алған күні
Со келін қалған күн соның артынан қуып келген құдаша ол. Одан бері бұл кісі маған құдаша. Негізі мен аман жолмен құдам бұл кісінің күйеуі боласың мен. Енді айтайын деген себебім жерде той құтты болсын бірінші. Меруерттің барған жеріне судай сіңіп тастай батсын. Не деймін, енді жаңағы кімді айтып жатыр ғой, біраз айтып жатыр ғой, бақытты боламын деп бар ма, бақытты қыламын деп бар деп. Енді айта кететін бір жағдайым, мынау құда болып жатқан жаңғы мынау Орақ менің класстасым, екеуміз бір класста оқығанбыз. Орақ екеуміз. Мен өзі келген қалың қыпшақтың арасында өскен наймамын. Сол жақтан әйел алдым. Мына жаңағы сөйлеген құдаларыңыз, мынау жаңадан келген құда менің батысым. Сөйлеген жігіт. Енді жаңа айтып жатыр ғой, құда қаяқтікі дейді, құда қарағымдікі дейді. Негізі ол қарағым емес. Ол бұрын Никольский қаласы Сәтбай болмай тұрғанда Сәтбай совхозы тұғын. Сол атақты әкеліп бермем берді Никольскийге. Содан ол жақ қарағым болды, артынан Қоскөл болды. Негізі біз Сәтбай кезінде тұрғанбыз сол жақта. Мынау Орақ, мен, тағы жақ балалары бар. Сол жақта бірге оқып, бірге өскенбіз, 10 жылдық сол жақта бітіргенбіз. Енді не деймін, мынау былтыр 18-ің жазы болса керек еді, мұтқан үйлі күзімен. Сол кезде жаңа Орақтың үлкен ұлы үйленгенде, сода тойда болғанбыз, бірінші жыл үйленгенде. Енді мына екінші тойға тағы Орақ екеуміз осында тойда тағы кездесіп отыр, әлде де кездесеміз деп ойлаймын. Орақ той құтты болсын, келін құтты болсын Орақ. Ал енді сіздерге осы отырған халықтың бәріне тілейтін денсаулық тілеймін. Келеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылда жаңа табысқа жетіп, осындай тойда кездесек тек қана. Сол үшін алып қойыңыздар. Ағайын, той шығуың тойларыңыз құтты болсын. Мен мына Қызылордадан Гүлбақыттың үлкен әжесімін. Гүлбақытым үшін, алмасым үшін сонша жерді басып, жолдың ауырлығына қарамай 80-ге келген шағында сені саған батамды берейін деп осы жерге келдім. Бақытты бол қарағым, дәулетті бол, өмірлі шүгірлі бол. Жақсы келін атан, тастай батып барған жеріңе судайсың. Барлық ағайынға мейлің төркінің болсын, мейлің қайын жұртың болсын, бірдей бол. Тойың той қыласың, өмірі тойдан ажырама. Рахмет құдағи, жағыңыз түспей жамандық көрмеңіз, 100 жасаңыз, 100-ге келіңіз, сіздің 80-іңізді бізге де жұғысты қылсын. Осындай араларымыздың жолын қазақтың келіндеріне Алла жұғысты қылсын. Себебі қазақ айтады, күз бұзылам десе қыс болам дейді, кемпір бұзылам десе қыз болам дейді деген бар. Осындай басындағы жаулығын бір елік қасынан тастамайтын ақ жаулықты аналарымыздың қадір қасиеті біз үшін дайында басым бағасы. Сіздердің жолдарыңызды жүріп өткен тамаша келісті келін деген атқа кір келтірмеген ниеттеріңізді біздің меруертке жұғысты қылсын. Жаңбыр жар, бәрі мәңгі тұрмайды. Сол түрім өлді сәт, есімде қалмайды. Шудың бойында сен іздедім, бәрі ойымда үміт үзбедім. От боп күйгенді мен іздедім, сенің мойныңда менің іздедім.
жандыры жат бәрі мәңгі тұрмайды сол мөлдір сәт есімде қалмайды шудың бойында сені іздедім бәрі ойымда үміт үзбедім от боп күйгенде мені іздедің сенің мойныңда менің іздерім шудың бойында сені іздедім бәрі ойымда үміт үзбедім от боп күйгенде мені іздедің сенің мойныңда менің іздерім Жасайық, жайланайық, енді темірді қызған кезде соқ дейді. Осындай әдемі қалыптарыңыздан танбай, көңілді отқан кезде бір көңілді ойынның да орайы келіп тұрған сыңайлы құрметті меймандар. Маған ортаға Шағыр елінің намысын бермейтін, Шағырдың туларын көкке желбірететін, мықты билейтін шағырлардан бір ер азамат, бір әйел кісі бар ма? Мықты билейтін шағырлардан. Шағыр деген елдің намысын жықпайын дейтін, осы елдің намысы үшін соңына дейін шыдап берем дейтін, мықты билейтін бір ер азамат пен бір әйел кісі бар ма? Шағыр елінен. Жібексің бе, әмірсің, әмірсің, әмірің жүрекке жүргі салма жүрсің. Менің арман бар білмейтін бір қасымызға біреуіміз бажамшымыз. Сен жетіспей тұрсың, сен жетіспей тұрсың. Тамаша. Сен жетіспей тұрсың. Енді мен Құда деген атты жан алып келіп отырмын. Қыпшақ деген атты соңына дейін қорғайын дейтін, құдалардың намысын қорғайтын осындай
бір жұп бар ма мықты билейтін, бір ер азамат, бір әйел кісі? Қыпшақтардан кім шығады екен ал? Судай жаңа құдалардан. Айдынның туғандары, туыстары біздің қадірменді, мәртебелі құдалар. Судай жаңа. Кім шығады? Біздің ауылымыздың генерал құдаларының намысын бермейтін осындай бір жүкшісін. Генерал құдаларының намысын бермейтін. Және де меруерттің әке шешелерінің намысын бермейтін бір жүкшісін. Ата-анасының достарынан бір жүкшісін. Және меруерттің нағашыларының намысын қорғап осындай бір жүкшісін мықты билейтін. Жиен бөлелердің намысын бермейтін бір жұмшықсын, жиен бөлелерден. Ал тездетейік енді ортаға келіңіздер. Шықсын өз еркімен мықты билейтін. Міне келе жатыр. Төрт көз түгенделді, енді ойынның аты кидалы. Ойынның шарты. Мәселен қазір қара жорға қойылады, мен судай жаңа құдалар бастайды дейм. Құдалар ортаға келіп өнерін көрсетеді. Музыка тоқтамай тұра береді. Мен генерал құдалар дейм ба, судай жаңа құдалар орнына тұра қалады, генерал құдалар шығады. Мен кімді айтам, сол ортаға шығып өнерін көрсетеді. Әр айналым сайын кімнің бір қайнауы кем болып қалады, кім дұрыс билемейді, шығып отырасыздар ойыннан. Келістік қой, намысты қолдан бермей, бірінші орын алған кісіге Балқия анамыздың атынан бір сиыр бұзауымен. Осыған қол жеткізсеңіздер, қорадан бір алып кетесіздер Сарысудан. Ал бастаймыз. Ең бірінші қазақы қарымызды қыздырып қара жорғамыздан бастайық. Қазақ дайында құдасын сыйлаған, оның ішіне бүгін судай жаңа болып келіп отырған құдаларымыз бар. Осы кісілер әбден құрметке лайықты бүгінгі таңда. Сондықтан да қара жорғаны біздің судай жаңа құдаларымыз бастасын. Кеттік ортаға. Поддержка беріп отырамыз. Сайыс енді басталады. Нағыз өз-өздеріңізді көрсететін уақыт келді. Өз-өздеріңіздің өнерлеріңіздің өлшемін көрсететін Өзбектің биі келді. Ендеше Өзбекский бастайтын ортада Нағашқар қауымы кетті.
ақты ақ, қараны қара дейін бұлақ сылап болмай. Нағысы Құдай еді, ой, бұсын ұшырамай қойып деген болмай, кім жақсы билейді, сол қалар. Сондықтан да енді генералдылар жас бар бір өзімді алады. Сіздерге жайасыздар. Ойында жеңілсеңіздер де өмірде жеңілмеңіздер ешқашан. Ал енді келесі би дейтін би қышыма би. Кәдімгі твист бұл. Твисттің төресі осы меруерттің әке шешелерінде ол. Осы кісілер арбаның алдыңғы дөңгелегі қалай жүрсе арты соған леседі дейді. Мен сіздерді ең бірінші үлгі ретінде шығарғым келіп тұр. Сондықтан да твистті бастайтын меруерттің әке шешелері кеп қордаға. Ал енді қазір Калинка кетеді. Орыстың бейіне бір саяхаттап қайтайық, орыс еліне. Орыстың бейін бастайтын түрлері орыстарға ұқсайтын кісілер. Әке шешелері. Ал маэстро, кет қордаға.
алсақ ұяқтау болады деп жол беріп жатыр бір жағынан. Рахмет. Ал енді сіздерге 1 минут уақыт беремін дайындыққа. Полуфинал. Индийский кино түсіру керексіздер. Оны қалай дайындайсыздар? Нағашылар келіп мына әркім өз командасын дайындап берсе де болады. 1 минут уақыт беріп, индийский кино түсіруге. Реквизиттармен жұмыс жасау керек полуфиналда. Ал индийскийге дайындалайық. Галстукты басқа байлайсыздар ма? Әке-шешелер сіздер дайындалмайсыздар ма? Осылай ұра бересіздер ма? Құдалар күшті дайындалғаны. Нағашылардың сценарийі мощный болайын деп тұр. Тамаша. Ал киноны қалай түсіресіздер, оны өздеріңіздің фантазияларыңызға қалдырам. Митхун мотоциклмен Зитаның қасына барылса болады. Зита тығылып қап. Митхун іздесе болады. Одан кейін тығылмақ ойнаса болады. Су шашса болады енді. Индийский киноның өздеріңіз көріп біліп отырсыздар ғой, мен айтпай-ақ. Сол бар фантазияларыңызды қосасыздар. Ең бірінші үнді бейін, үнді киносын мен судай жаңа құдалардан бастасам деп тұрмын. Ал кетті. Запайттан мотоциклді. Жастардан жақсы білесіздер, өндерін сырын. Ал Зита Сано жаңа тұрып қалыңызшы. Тұрып қалыңыз бір жерге. Метхун сізді іздейді. Сіз мотоцикліңізге мініп алыңыз, тартындатыр. Сонымен айда оның Зитаны іздейсіз. Осы мотоцикліңізді сабылып ортаға алып келесіз Зитаны. Мотоциклді түсіп екеуіңіз көлдің жағасында бір-бірлеріңізге су шашып жүріп билейсіздер. Ана тұрған операторлардың штатив талғылып есепте тығылмақ ойнайсыздар, оны өздеріңіз көресіздер. Мотоциклге мініңізші. Дар еткізіңізші. Алысқа бармайтын мотоцикл ғой. Маэстро! Mikrofon vereyim ben. Müzik koyayım ben. Al maestro. Gitti. Maestro. Basın koş. Basın koş.
Екі подарка құдаларға бір күштісін беріп қойыңыздар. Бағалы сыйлықтан. Аха. Қалқыға, құдаларға, үшінші орын. Бірдай жынды билейтіндер қалды енді. Жынданып тұрып билейтін би қойдырайын. Финалдың тапсырмасы мүлдем қиын. Рок-н-ролл. Жігіттер билеп жүріп гитара шертіп жүреді арасында. Кәл жынданып тұрушы қағылы. Ал қыздар бастарын ортаға қойып шаштарын екі жаққа лақтырып. Осы движениен кім күшті істейді? Барымен басар. Мына кісіде де қатты шаш жоқ. Барымен басар. Ал енді нағашылар келіп ортаға. Жастардың шағында не саласыздар ма? Нарымын жасап көріңіздер бірақ. Ортада әке шешелер қауымы рок-н-ролл! Әуре болмаңыздар. Так, нағашылар бірінші орын. Әке-шешелер қауымы екінші орын. Екі орын ғана. Айыпты қызыл сессияға кетпекпізсіз. Подарка студию. Бір тілек алайық, сонымен алда сәтін салса, бір тілектен кейін кәде жора бата сұрап тұрамыз. Ортада ұрпақ жалғастырам деген ұйғарымға келіп, отау болам деп оқталып, бүгін мінекей Шағырдың қызы Меруерттің қолын сұрап келіп отырған біздің Айдын күйеу баламыздың нағашылары Шолпан, Шәріп, Гүлнар, Ләззат, Мейрамжан, Ләйлә атты бір топ біздің Айдынның нағашылары ортаға билеп беріңіздер. Қош келдіңіздер. Көңілді жүздеріңізді көріп, бізде көңіліміз күл дария көктемдей болып тұр. Осы күлкіден айырмасын, тойдан айырмасын айтылар ақ тілек өздеріңізде. Бүгінгі той орта бәріңізге жақсылық тілеймін. Әрдайым осылай қуаныш бұра білесін орталарыңызда. Бүгінгі екі баламыздың бүгінгі тойы жақсылыққа әрдайым әрқарай бақытты болсын. Жаңа үлкен кісілер айтып жатыр. Сол кісілердің айтқандары бәрі бешең бұлаған шалына берсін. Жақсылық болсын, екеуі бақытты болсын, бақытты өмір сүрсін. Ал құда-құдағи, мінекей қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қанатыңыздың астында осылай бағып, қағып, оқытып, мінекей Айдынның қолынан ұстатып, жіберіп жатсыз. Уайымдамаңыз, біздің Айдын өте жақсы, ақылды, білімді бала. Меруертті оққан білімді бала екен, естіп жатырмыз. Бірге оқып бітіріп жатыр. Мінекей енді екі бала, екі жат елді таныстырып, мінекей құда-құдағи жекжат болып жатсыздар. Балаларға тек қана тілейтініміз, балалар тек қана бақытты болсын.
не деймін енді, сізді екі жақты да бірдей ренжітпей, бірдей сыйласып, балалар сіздерге тек қана қызық, қуаныш әкелсін. Мен Меруерттің апасы боламын, Ләззат. Мына кісі үлкен. Ой, ажа. Меруерт деген сіңілім де бар менің. Шатыстырып жатырмын Меруерт деген қызыңыздың атымен. Ажардың апасымын, құдағиыңыздың. Мына кісі үлкен апасы Гүлнар. Жездеміз болады, жаңа айтып отыр ғой, нағашысы деп. Не деймін енді, тек қана балаларға бақыт тілейміз. Балалар бақытты болса, ата-анаға одан артық ештеме де қажет емес. Ал енді ортаға кетпей қоя тұрыңыздар. Мен осы Айдынның әкесі Серік Мырзаны шақырғым келіп отыр. Белгілі бір себептермен тойымыздың мәресі дейін бола алмайын деп тұр. Арнайы аттың басын бұрып келгеннен кейін ақ жүрегімдегі ақ тілегімді, ниетімді білдіріп кетейін деп сұранып тұр. Осы Серік Мырзаны қол соғып қарсы алыңыздар. Ағайынға құрметті туыстар, туыс деп айтуға хақымыз бар, бұл тойға бөтен адам келмейді. Сондықтан енді мына жаңадан бері айтылып жатырмыз. Бүгін енді біздің ауылымызға, біздің аймағымызға үлкен қуаныш сыйлап жатқан осы Меруерт ботадай баланы тәрбиелеп, бізге қуаныш сыйлап жатқан сіздерге мың алғыс. Бүгін енді өздеріңіз де білесіздер, табиғаттың өзгеріп тұрған күннің алдында тұрмыз. Сонымен бірге республикамызда, елімізде болып жатқан тарихи уақиғаның да көлемінде тұрмыз. Енді ата-бабадан бері қилы заманды бастан кешіп, қандай заман болса да ұрпақ өсіріп, отау тігіп, қазақтың іргесін кеңейткен еліміз ғой. Соған бір үлкен ұлым, ырымменен бірге мына ұлыстың ұлы күнінің алдында біздің елде үлкен шаңырақ құрылып жатыр. Шаңырақ құтты болсын. Отау тігіліп жатыр. Отаудың керегесі кең, шаңырағы биік болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда қуаныш болсын. Әден жаңа айтып жатыр ғой. Жаңа өздеріңізді байқап отырсыздар. Мен енді осы құдаларыңыздың үлкенінің ортасына кеп қалдық. Алдымызда үлкендеріміз бар еді. Қазақта жақсы сөз бар. Қарияларымыздың бәрі ана жаққа кеткен кісілердің бәрі нашарлығынан кеткен жоқ. Осы өмірде жүргенде біз кереметтігімізден жүргеніміз жоқ. Бәрі бір Алланың қолындағы нәрсе. Біреуге ерте, біреуге кеш. Бірақ кеткен кісілердің айтып кеткен шаруасын аяғына жеткізу біздің парызымыз. Тәтесіз де сондай бір елдің үлкен анасы екенсіз. Қуанып жатырмыз. Патшадай күтіп қарсы алып жатсыздар, құрметті құдалар. Алла сіздерді сыйласын. Енді осы екі жасқа тек қана жақсылық тілеймін. Боталар алдарыңыздағы сөйлеп жатқан аталарыңыздың, әжелеріңіздің жолын берсін. Екі елдің де жаңағы тектілігін барлығын айтып жатырмыз. Екі елдің аруағы қолдасын әр уақытта. Осы Ұлытаудың төңірегін үшке бөліп жайлаған үш елміз ғой. Өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан осы ошақтың үш бұты сияқты үш тіреу құламасын әр уақытта. Амандық болсын. Тек қана тойда басымыз қосылсын. Бір-бірімізді көргенде тек қана құтты болсын айтайық. Жақсылықта басымыз жолықсын. Бүгінгі болып отқан той ертеңгінде біздің елде болсын. Жылдан аман елден әр уақытта жақсылықта басымыз қосыла берсін. Тағы да барлықтарыңызды ертеңгі ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жылда барлықтарыңызға бақыт, табыс, елімізге тыныштық тілейміз. Әр уақытта жақсылықта басымыз қоссын, той қыласын. Рахмет ағайын. Өте жақсы айттыңыз. Қазақстан қазір керемет тарихи сәттің куәсі болып жатыр. Жаңа жылдың қарсаңында жаңа басшы патша келіп жатыр. Не болса да оңынан болсын. Айдын мен Меруерт өсіп, өніп, дана болсын. Бойларында тұнып тұрған сана болсын. 2050 жылы Қазақстан Республикасының президенті осы Айдын мен Меруерттен келген бала болсын. Жайғасыңыздар, жайланыңыздар, көл көсір көңілдеріңізге көктөгінің көзі түзу болсын, ниеттеріңіз қабыл, тілектеріңіз қабыл болсын деп тіледік. Енді қазір ортада кәде жора рәсімі, алыс беріс, біздің құдаларымыздың судай жаңа, біздің ауылдың азаматшаларына алып келген сый-сияпаты бар. Өзі шариғаттың өзінде айтады, сыйлық сыйластықты арттырады дейді. Осы сыйластығымызды арттырсақ деп келіп отырған құдалардың жасайтын жоралғысының куәсі болайық. Ал Құрамыз дайын болғанша өнерлерін паш етсін. Самға ән би ансамблінің сұлулары ортаға келіп бір әдемі би өрнектеріңіз көрсетіңіздер.
рахмет қыздар. Өнертастардың өргені баласы. Қазақтың дәріптелген дәстүрі ата-бабамыздан келе жатқан мұра болып қалған бізге қазаққа бояуы кетпей жеткен бір дәстүрлеріміздің бірі бұл әрине кәде жора. Осы жоралықтың жөн жобасын бақылайық. Сабыр. Құрметті құда-құдағайлар, тойларыңыз құтты болсын, екі жара сабақты болсын. Сіздерге әкелген азын-аулақ сый-сияпатымыз беруге рұқсат етіңіздер. Ал мархабат, іске сәт құдағи. Аруаққа кілем. Аруаққа кілем. Ағасы Нұржан құдамызға құндыз бөрік. Нұреке қайдасыз, құндыз бөрік сізге. Құндыз бөрік. Ағасы Нұржан арнайы Астанадан келіп отыр. Нағыз Астанаға керек нәрсе бұл құндыз бөрік. Мінекей. Құтты болсын. Тамаша. Құдағиымызға алтын білезік. Тамаша. Бағила аламызға алтын білезік. Аттар аталған кісілер орындарыңызға тұрыңыздар. Динара апасына алтын жүзік. Динара апасына алтын жүзік. Құтты болсын Динара. Динараға алтын жүзік. Алтындай жарқырап жүре беріңіздер. Кім боласың? Балымша апасына алтын жүзік. Балымша апасына алтын жүзік. Кіш дейсің ба? Пұқ дейсің ба? Данияр жезесіне алтын печатка. Данияр жезесіне алтын печатка. Отқа қиярымыз бар. Отқа қияр ақтығымыз бар. 20 метр барқытымыз бар. 20 метр барқыт. 30 метр пүліш. 40 килограмм күріш. 50 метр бензин. Тамаша. 3 костюм шалбар. Костюм шалбар. Бұны Бағиланы өзіңіз үлестіріп бересіз қонақтарыңызға. Тамаша. 2 шапанымыз бар. 2 шапан бар. 2 қамзолымыз бар. 2 қамзол. Шашуымыз бар. Шашу. Қампит пішна. Бағилана, біздің беретіміз бар ма? Қашан? Қазір бірден беріп тұстайға. Хабарлайды кісігін, бері қарай келсін, хабарлайды кісі. Өзіміздің елдің азаматтар жинап олайық. Бұл дүниенің барлығы арнайы бізге берілген дүние. Жиыстырып, тойхананың бір бұрышына ыңғайластырып қойып қойыңыздар. Рахмет, Чека.
қаттырақ қалай айтам аталардың атын. Екі атамызға шапан. 70 атасыменен Әбдіхамид аталарымызға шапан. Дұрыстан. Атасыменен Әбдіхамид атасы ойып, сол кісілердің шапанында. Жаңа бір норма шаққа қайда сайлау ұлы нағашысы. Сайлау ұлы нағашысына. Нұржан ағасына. Нұржан ағасына. Нұрғы шапка. Нұрғы шапка. Кешіңіздер оны беріп қойыппыз. Құдалар бет жаңағы. Енді. Мен оқып берейінші, сіз қысылып тұрсыз. Аят берген әкесіне костюм шалбар. Аят берген әкесі. Зікірия әкесіне костюм шалбар. Зікірия әкесі қайда? Білесіздер барып үйген отырыңыздар. Тамаша. Бауыржан нағашысына костюм шалбар. Бауыржан нағашысы. Қайрат ағасына костюм шалбар. Қайрат ағасы қайда? Костюм шалбар. Рахмет. Бектұрсын мырзаға костюм шалбар. Бектұрсын әкеміз. Бектұрсын әкесі. Сізге костюм. Рахмет. Роза нағашы әжесіне бешпет. Роза нағашы шешесі қайда? Сол жақта, сол жақта. Сол жақта. Рахмет. Жанат құдағиға бешпет. Жанат құдағиға екен. Бешпет. Рахмет. Орынкүл құдағи, Қызылордадан келген құдағиымызға бешпен. Қызылордадан келген Орынкүл құдағиға бешпет. Сол жақта, сол жақта. Рахмет. Шахризада құдағи, бешпен. Шахризада құдағиға бешпет. Шахризада құдағи, мына өлең сізге арналған. Сіз оригиналсыз құдағи. Жұмакүл құдағиға бешпен. Жұмакүл құдағиға бешпет. Қызғалдақ нағашы жеңгесіне бешпен. Қызғалдақ нағашысына бешпет. Рахмет. Сәуле құдағиға бешпен. Сәуле құдағиға бешпет. Сәуле құдағиға неге сәуле? Сәуле құдағиға бешпетін бердіңіздер ма? Сәуле құдағи. Алдыңыз ба? Сіз ба? Әне. Дәметкен әжесіне алтын жүзік. Дәметкен әжесіне. Тыныштық нағашы әжесіне алтын жүзік. Тыныштық нағашы әжесіне алтын жүзік. Бақыт құдағиға алтын жүзік. Бақыт құдағи. Алтын алған әжелер тойдан кейін үйге байқап қайтыңыздар. Кеше алтын алған бір кемпірге екі кемпір тонап кетіпті. Аман тәте нағашы әжесіне алтын жүзік.
Аман тәте нағашымызға алтын жүзік. Айдан аға, айдана нағашы десек те сият, жиен десек те сият. Алтын жүзік. Айдана нағашы әрі жиен алтын жүзік. Сен? Рахмет. Айтпасам ақ шоке. Несіне әуре болыңдар деп атырмын. Нәксі ғой? Рахмет. Амангүл жеңгесіне алтын сырға сізге. Рахмет. Прикинь, тәте сізге алтын сырға. Несіне әуре болып жүр? Несіне әуре болғаным еді. Жария тәте нағашы апасына қамзол. Жария нағашы апасына қамзол. Қарлығаш тәте абысынға қамзол. Қарғаш жеңгесіне қамзол. Айтып жібердім енді, кешіріңіз. Аха. Рахмет. Қарғаш атеміздің үйінде бұндай қамзолдың мыңы жатқан шығара. Жұмакүл нағашы жеңгесі қамзол. Жұмакүл нағашы жеңгесіне қамзол. Жұмакүл нағашы жеңгесі қамзол. Құтты болсын. Бибігүл нағашы жеңгесіне қамзол. Бибігүл нағашы жеңгесіне қамзол. Бибігүл нағашы қайда? Құтты болсын Биба. Рахмет. Енді екі Айгүл құдағиымыз бар. Біреуі Бауыржанның құдағиы, біреуі Қанаттың құдағиы. Сол кісілерге қамзол. Бауыржан менен Қанаттың Айгүлдеріне қос қамзол. Құдағилар. Бауыржан деп айтып жүрмін енді. Ибрагимнің құдасы не, Бауыржанның құдасы не, бәрі ғой. Бауыржан. Ал бірақ кісі қалды. Іштей тілеп отырыңыздар. Я Құдай, мен босам екен. Халипа шешесіне ұзын бешпен. Халипа шешесіне әйелдер бешпені. Халипа шешесі қайда екен? Халипа шешесі қайда? Ал, осымен кәдежора тамам. Ал, осымен кәдежора мәресіне жетті. Қонақтардың арасында екі түрлі настроение пайда болды. Алғандардікі күшті, алмағандардікі онша емес. Дегенмен осы алған кісілердікі бәріміздің алғанымызбен тең болсын. Осы үйде жақсылықтың арты қалсын, әсілден ақпатандай жатып алсын. Приз алмаған кісілер ішіп, алғандарға тартып алсын, бұрақып қойып тұрсын. Сонымен тұрады. Әршан елсі қазақ мұсылман тізесін тұрсын. Аллаға алағандарын жайсын. Иләхи ауминнен құраларын көші басап келіп отырған қадыры қайнасы арқақта қабысынан ақ бала сұрайды. Үлкен имана. Үйші келемақ аман болсын, баршаңызға тыныштық заман болсын. Табиғат таусылмайтын ырзық беріп, жайылған дастархан дәмге толсын. Құда болар мың жылдық бейдеген халқымыз, баянды болсын құдырлар ата дәстүр салтымыз. Жақсылыққа еңдасып, жамандыққа қимасып, жасылдауға қамқорлық ақыл айтып ойласып, өткен жақсы өмірдің сүзілдесіп сыйласып, ертең бата бәріге, жасырғанда бәріге, қыз ұзатқан келін ал, тойды көркем сәні де, арман тек ақталса, өмірдің әлі осы де. Аумин, Аллаху
inşallah.
Thank you.